Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Жалпы бүгінгі видеода сіздерде шын толғақтың жалпы ай толғақтан айырмашылығы ол не? Көбінесе қыздар жалпы бірінші толғағы болып жатқан, бірінші босану болып жатқан қыздарда көбінесе айыра алмайды. Екінші туып жатқан әйелдер әрине айырады, ол толғақты ешқашан әйел ұмыта алмайды. Жалпы бір толғақты білген әйел ол өмір бойы оны біле алады. Сондықтан көбінесе бұл видео жалпы өзінің бірінші баласын дүниеге әкелейін деп жатқан қыздарға арналған шығар. Кеттік. Ал бірінші белгісі ол матканың жиырылуы, сокращение матки дейді. Бұл кезде айтолғақ кезінде сізде 35-ші аптадан бастап жалпы сіздің ағзаңыз баланы тууға дайындалады. Бұл дайындалған кезде матканың жалпы жиырылуы көбейіп, ішіңіз ауырып, бір жақсы жүресіз, ішіңіз қатты ауырып кетеді. Сол кезде әрине бұның мен беріп жатқан нұсқаулығымды сіздер дәл сізге арналған нұсқаулық деп ойламаңыздар. Өйткені әркімнің ағзасы әртүрлі. 100 түрлі әйел болса, 100 түрлі жағдай болады. Сондықтан барлық әйел өзінің гинекологына барып, барлығын сұрауы қажет. Мен ютубта тек нұсқаулықтарды айтамын. Кеттік. Сонымен жалпы жаңа тоқталған нәрсеміз ол айтолғақ, жалпы шын толғақтан айырмашылығы. Бірінші шын толғақ дегеніміз матканың жиырылуы сіздерде бір уақытпен белгілеп қойған, сіз уақытпен болады. Сіз өзіңіз таңғаласыз. Сіз отырасыз, жаймендеп басталады. Көбінесе сіздің шабыңыздан жоғары қарай, ішіңізге қарай жалпылдап бір жиырылу белгілері болады. Жиырылғанда сіздің бірінші кинодағыдай бірінші ой менде ішім ауырды деп бақырмайсыз. Біріншісінде сізде бірінші 2-3-4 сағаты өте жеңіл болады. Ой мынау толғақ па деп қоясыз өзіңіз. Ол көбінесе бірінші туған әйелдер солай ойлайды. Толғақ па, жақсы екен ғой, әлі шыдауға болады дегендей. Сол кезде сізде көбінесе мысалы жиырылып сөйтіп бастайды іште. Ол көбінесе біріншісінде сізде 5 минутқа дейін болуы мүмкін. Жиырылу, мысалы 2 минут болды жиырылу, ортасы 10 минут немесе 15 минут. Одан кейін 15 минуттан кейін біреу өлшеп қойғандай тағы да 2 минут ішіңіз ауырады. Одан кейін тағы да 10 минут. Әр ортасы жалпы 10 минут, 10 минут, 10 минут, 10 минут болып келеді. Одан кейін 8 минутқа ауысады. Кейбір әйелдерде бірден 5 минутқа ауысып кетеді. Бірақ ортасы бірі өлшеп қойғандай нақты болады. Және де жаңағы айтолғақта айырмашылығы, айтолғақта ішіңіз бір ауырып тұрады да кетіп қалады. Содан кейін бір сағаттан кейін жаймендеп тағы ауырады. Одан кейін 3 сағаттан кейін тағы ауырады. Бір шынымен толғақ сияқты басталады. Айтолғақ деген сол, ортасы әртүрлі. Ал толғақ деген бір ортасы бір уақытпен белгілеп қойғандай 5 минут сайын, 2 минут сайын, 3 минут сайын сөйтіп ауырып тұрады. Толғақтың және бір белгісі ол толғақ жаңағы ортасындағы минуттары азайып отырады. Мысалы 15 минуттан басталса 10 минут, 8 минут, 5 минут өйтіп азайып кете береді. Сіз қашан жалпы перзентханаға ұшуыңыз керек? Бірінші жалпы балаңыз болса 15 минут болып тұрса ортасы перзентханаға бара беріңіз. Егер екінші балаңыз болса, ойланбай бірден бара беріңіз. Өйткені екінші бала бірінші балаға қарағанда тезірек шығады қыздар. Сондықтан толғақты бірінші балам менің 12 сағат толғатқанмын. Жоқ, бұда 12 сағат жүрем деген ой болмасын. Қыздар бірден толғақ басталды ма, жүгіріңіздер. Жалпы жедел жәрдемді немесе өзіңіздеріңіздің көліктеріңіз болса, далаға бірден көліктеріңізбен ұшыңыздар. Мен сияқты екінші жүктілігімде мен де сөйтіп жүріп алғам. Үйде перзентханаға зорға жеттім. Сол туралы әңгімемді сіздерге астына ссылкасын қоям. Менің каналымда ол видео бар. Жалпы екінші белгісі ол жалпы екінші белгісі сізде ондай жалпы матканың
жиырылуы бар ма жоқ па оған белгісіз, оған қарамайсыз бірден жедел жәрдем шақырып немесе көлікпен ұшатын кез ол егер сізден су кетсе. Егер астыңыздан су кетіп ешқандай толғақ басталмаса, ол сіз жалпы перзентханаға жүгіресіз. Сусыздану тек бір тәулікке ғана шыдайды бала. Сондықтан ешкімді күтпейсіз, бірден перзентханаға әрине жүгіресіз. Ең соңғы белгі ол үшіншісі, ол көбінесе жалпы баланың инфекциялардан қорғап тұратын слизистая пробка деген болады. Қазақшасын кешіріңіздер, білмедім оның. Слизистая пробка не қызмет атқарады? Жалпы сіз жүкті болған кезде матканың басын слизистая пробка жауып тұрады. Сол пробка көбінесе түскеннен кейін бірден жалпы матка деген жиырылып толғақ басталады. Егер слизистая пробка түссе, сіздерде көбінесе өзіңіздің гинекологыңызға барасыз. Гинекологыңызға барып айтасыз. Мен немесе суретке түсіріп алуға болады. Бір желе сияқты бар болады. Сол нәрсе түссе, гинекологыңызға барасыз. Менде осындай болып тұр. Көбінесе ол қанның жіптер болуы мүмкін, қанның жіптері. Сондай белгілер де болуы мүмкін. Сіздерге суретін қоям, таба алсам. Сондай белгілер болса, сіз өзіңіз гинекологыңызға барасыз, немесе қасыңызда перзентхана болса, сол жаққа барып көрсетесіз. Өйткені ол барлық нәрсе болуы мүмкін. Тез толғағыңыз басталып кетуі мүмкін, немесе жаңағы пробка түскеннен кейін 2 аптадан кейін туатын әйелдер болады. Оның бәрін гинекологтар өздері шешеді. Сол қыздар толғақтың бәрі шын толғақты айыра білу керек, өйткені өзіңіздің уақытыңызды жалпы үнемдеу үшін, өйткені көп әйелдер менде толғақ басталды деп жүгіреді, толғақтың айыра алмай, өйткені бірінші толғағы болуы мүмкін, әртүрлі жағдай болады. Ол әр жағдайда әртүрлі болады. Қыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Осы ақпарат сіздерге керекті болса, лайк қойыңыздар. Және де мен инстаграмым бар, менімен тікелей байланысу үшін, жалпы менімен жақын құрбы болу үшін сол жерде көп жалпы комментарийлер арқылы сөйлесеміз. Сондықтан Гүлім Маратқызы жазылыңыздар. Қыздар, сіздерді күтемін сол жақта. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Сәбилерді, аман есен сәбилерді өмірге әкеле берейік.